Сіз кеткелі біраз нәрсе өзгерді. Қиындық та болды, қуаныш та болды. Мектеп бітіргеннен кейін оқуға түстім. Үйлендім. Қазір балдай тәтті 2 немереңіз бар. Есіңізде ме? Немеремнің атын Аян деп қоям деп едіңіз ғой. Сол арманыңыз орындалды. Келініңіз өзіңіз сияқты әдемі, тамақты да дәмді пісіреді. Барлығы кейінге қайтса ғой деймін. Мама, мен сізді қатты сағындым. Балам, жүре келеміз. Саған бауырсақ пісіріп қойдым. Жүре енді. Жүре ғой, батырым менің. Ең қияны жігіт қалса анасыз, шаттыры жоқ жан секілді панасыз. Құран оқып жылап отыр шарасыз, ертең сіз де сондай күйде боласыз. Пайғамбардың жеткен ұлы сүннеті бар, өшімағын қадірлейтін ұлы міндеті бар. Анасынан айрылған қайран жігіттердің жанарында қызға деген құрметі бар. Пайғамбардың жеткен ұлы сүннеті бар, өшімағын қадірлейтін ұлы міндеті бар. Анасынан айрылған қайран жігіттердің жанарында қызға деген құрметі бар. Құрметі бар. Жас жүрек аяның тіздеп сыздама, тырнамашы өз жараңды тоздама. Ер жігіттің жанды жері анасы, сол жерінен сақ болыңыз қыз бала. Пайғамбардың жеткен ұлы сүннеті бар, өшімағын қадірлейтін ұлы міндеті бар. Анасынан айрылған қайран жігіттердің жанарында қызға деген құрметі бар. Пайғамбардың жеткен ұлы сүннеті бар, өшімағын қадірлейтін ұлы міндеті бар. Анасынан айрылған қайран жігіттердің жанарында қызға деген құрметі бар. Қызға құрметі бар, қызға құрметі бар, қызға құрметі бар. Пайғамбардың жеткен ұлы сүннеті бар, өшімағын қадірлейтін ұлы міндеті бар. Анасынан айрылған қайран жігіттердің жанарында өшпес қызға құрметі бар.